Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте үлкен көлемдегі пирогты жасайтын боламыз. Егер сіздің отбасыңызда балапандар көп болса, осы пирогты жасаңыздар. Қонаққа да, балапандарыңызға да жетеді. Өте қарапайым. Un, чайный сода, май, жұмыртқа, шекер, разрыхлитель и 1 литр айранға жасаймыз. Айранымызды бір ыдысқа саламыз. 1 литр айран салып жатырмын. 1 литр айранға 2 чайный ложка ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ас содасы. Көпіргенше араластырасыздар, масса болғанша. Көзі ісіп, көпіріп, әдемі болады. Ас содасын жаны шығып кетеді деп қорықпаңыздар. Айранмен араластырғанда оның әшілері кетіп қалады. Бөлек ыдысқа 8 жұмыртқаны шағып саламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Енді осы 8 жұмыртқаның үстіне 1 кесе шекер саламыз. Жақсылап араластырамыз оны. Миксердің қажеті жоқ. Вилканың көмегімен араластыра береміз. Қатты көпіру керек емес. Болады, жақсы араластыра болады. Енді жаңағы айранымызға осы массамызды қосамыз, жұмыртқа мен шекерді. Жақсы араластырамыз. Қасықтың ұшында кішкене тұз сеуіп жібереміз. Бізде осындай масса болды. Енді осы массамызға жаймендеп ұнымызды кішкентай елеп саламыз. Бәрін бірдей салмаймыз. Азырақ салып, араластыра береміз. Сосын тағы да салып араластыра береміз. Тағы да саламыз. Ұнымыздың үстіне кішкене разрыхлитель салып жіберсек болады. Ұнымыз кетіп жаңа салып, кішкене разрыхлительді ұнымызға қосып салып жібереміз. Араластырамыз. Осы арада жарты кесе майымызды саламыз. Май, пісте майы. Қамырымыз қатты сұйық болмау керек, іші піспей қалады. Қазір көрсетемін қалай болатынын. Біздің массамыз дайын, міне. Осылай қатты сұйық емес, қатты қою емес, міне. Осылай болса, пирогымыз әдемі шығады. Тестамызды листімізге салдық. Сәл кішкене былай сілкіп жібереміз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Міне 180 градусқа қойдым. 30-40 минутта піседі. Міне пісіп шықты, әдемі болып. Негізі пирогты суытып барып, сосын кескендеріңіз жақсы болады. Мен асығыс болған соң мен ыстықтай кесіп қойдым қазір. Пирогымыз өте әдемі шықты. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Ас болсын.